Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет. Бүгінгі тақырыбымызда мынау енді калиман шахадат жайлы айтпақпын. Калиман шахадаттың негізгі былай мән мағынасы бұл генетикалық кілт жасалған. Яғни генетикалық кілт жасалған деп отырған себеп Аллахтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп біледі. Енді бұл жерде мынау ғылыми негіздік аудармасында нет Бога, кроме Аллаха деп айтылады. Оның олай болатын себебі, оның егер мән мағынасына терең жаңағыдай ден қоятын болсақ, бұның негізгі терминологиялық аудармасы, яғни періштенің тілін аударған кезде, бұдан шығатын мағына жүктілікті еркек адам көтере алмайды, әйел адам көтереді деген мағынаны білдіреді. Өйткені мынау чиптік жүйенің конструкцияға түсетіндігі жөнінде құлып пен кілттің несі осылай істелген. Енді бұл жердегі негізгі не бойынша, және Құдай жоқ десек, ол барға айналады, бар десек жоққа айналады. Яғни бар деген дүниенің жоқ келбеті бар, жоқ деген дүниенің бар келбеті бар. Болмайды деген мәселенің болатын жағы бар, болады деген мәселенің болмайтын жағы бар деген сөз. Дүние екі жақты, екі келбетті. Осы себепте осындай дүниелер жасалған. Бұны былайша айтқан кезде терең тұрғыдан алып түсінген дұрыс. Мұндағанда жаңағы бұл жерде көп деген мәселелер бар осы калиман шахадатқа байланысты. Өйткені бұны айтқан адам, калиман шахадатты айтқан адам, былайша айтқан кезде оның жаңағыдай чиптік дүниенің конструкцияға түсуін қамтамасыз етуі керек. Енді дәл мағынамен айтсақ, бұның несін түпкілікті стратегиялық мақсатын білген амалдың иесі оны кәдімгі конструкцияның ішіне түсіру керек. Ал одан басқа адрестерге кетсе, бұл уже намаз бұзылады. Немесе соны айтып тұрып, басқадай амалдар істесе, басқадай адрестерге кетсе, яғни ол толық мәніндегі амал емес деген сөз. Бұл уже былайша айтқан кезде өзінің жолындағы, өзінің мәніндегі тура жолдық мағынай болмайды. Енді көптеген бұл жерде бұл жөнінде айта беретін болсақ, енді мынау Құран ақыл иесіне парыз етілгеннен кейін бұның өзі айтпаса да түсінікті шығар, бұл аудармадан кейін. Себебі айтып өттік, бұның кілттің негізгі жасалу стратегиясы аталмыш мынау жаңағы конструкцияға түсіру мәнерінің өзі енді мына неде некелесу жұптық әдісте жақсы, былай енді түсінікті жайт. Ал енді бұдан басқа да жаңағыдай анау көрініс, көз алдымызда анайы көріністермен көрініп жатқан нәрселер, бұлардың бәрі калиман шахадатты бұзатын негізгі жертва жын шайтанов дейді. Сосын сезім құрбандығы дейді. Сосын тағы да басқа да толып жатқан амалдардың желісінде жасалатын нәрселер. Яғни көз алдымызға бұл көрініп атқан дүниелердің барлығы қалай? Яғни тіліңдегі тербелген дүниенің орындаушылық иесі бар деген сөз. Тіліңіз тербесе, оның орындаушылық көрсеткіштік, яғни жын, практикант, дәлелдемелік амал иесі бар деген сөз. Бұларды негізінен алғанда трансмиссиялық кебіндік өкілдер дейді. Сонан кейін жаңағыдай. Сосын көбінесе дертті болудың негізгі нелері осығында байланысты болып келеді біраз нәрселерде. Енді айта берсек бұл жөнінде көп, сондықтан қысқада нұсқада айта кетейін деп отырмын, түсінікті болу үшін. Енді былайша айтқан кезде бұлар жөнінде тағы не айтуға болады? Енді жаңа өткен сабағымызда айтып кеткендей, мынау
мұсылман деген сөздің жалпы аудармасының өзі аналыққа қызметші деген мағынаны білдіреді. Ал жаңағы мынау скрещение христианин деген сөздің негізі служить Богу дейді. Бұл әйел адамға арналған деп айтып кеттік. Скрещение, амалдастыру негізінде. Өйткені ішкі фактордан сыртқа, сыртқы фактордан ішке деп айтылған кезде бұлардың жаңағы ықылас комплексі бойынша жасалған амалдар екенін айтып өттік. Енді қазір көптеген нәрселер менің ойыма түспей тұр. Көптеген нәрселерді айтуға да болар еді. Осындай жағдайлар. Жын, шайтан, теоретик, практикант деп аудардық олардың бәрін. Исполнительный функция. Адам басымен жүйеленгеннен кейін амал осылай болып тұр. Цикловой переходтағы атаулар өзгеше болып кетеді. Мынау жаңағы 4 этапқа бөлінеді. Цикловой переходтың ықыластағы жүйесі 0-3-30 дейді. Бұл 3 жасқа дейінгісі, содан кейін 6 жасқа дейінгісі, содан кейін 9 жасқа дейін, одан кейін 12 жасқа дейін. 12 жастан кейінгісі уже бәлиғат жасқа толған болып, жаңағы кәмелеттік жасқа қыз баланың индексі бойынша беріледі, бірақ негізгі жас 16 деп белгіленеді. Сонан кейін енді 16 деп белгіленеді. Содан кейін мынау адам атаның жәннаттан шығарылуы, сосын жаңағыдай неге осы цикловой переходтағы мәндерінде бұлардың көбісі мынау не дейміз ғой, пайғамбарлықтың берілуі 40 жас, 30 жасқа дейінгісінде адам атаның негізгі берілген өмір сүру несі 30 жас берілген. Одан кейінгісі уже эволюционный процесс деп кетеді. Өйткені жаңағы мынау аузымызда біздің айтылып жүрген бір аңыз әңгімелер бар. Есектің жасын берген, одан маймылдың жасын берген деген сияқты бар. Олардың бәрінің түптілікті сөз мәнерінде бұлардың несі бар, ақиқаты бар оның, шындап бесе. Содан кейін не? Қазір енді осы мынау не себепті мына сөзді іле алмауымыз, түсіне алмауымыздың себебі не? Өйткені мынау Құранның өзі 4-ші жылдамдықта тұр. 4-ші жылдамдық дегеніміз қалай? Бірінші сағатқа тәурат қойылады. Сағаттың уақытына. Сосын екінші минутқа, сағаттан кейін минутқа Библия қойылады. Сосын секундқа не қойылады? Забур. Минуттан кейін секунд, оған забур қойылады. 4-ші секундтың ішіндегі секунд. 0-ға дейін 10 деп отқан серияның мен содан шығарып отырмын. Бұл 4-ші жылдамдықтағы ақпарат осы Құранның ішінде зуылдап тұр. Осы зуылдап тұрған ақпаратты ұстап алып, мінекей қазір енді былайша айтқан кезде мен ана амал иелерінің аузына шайнап сөз салып жатқанмен бір деймін. Енді біле білген амал иелеріне, осыны танимын, ұғынамын дейтін амал иелеріне бұл ауыздарына салынған қазіргі менен тарап жатқан ақпараттың біразы солай болып келеді. Енді бұны қаншалықты қиямет десек те, мынау несі бірінші бастамасы табалдырығы дейміз ғой енді. Осы табалдырығы негізінде тұрғандықтан бұл әлі Құранның өзіндегі айтылған жалпы сипаттық мәндегі қиямет бола қоймас. Бірақ табалдырығы дегеннен кейін ақ бұның уже бастамасының қандай болатынын енді оны біз айта алмаймыз әзірге. Ол бар. Содан кейін бұны мынау адам эволюциясының басталу мәнері. Яғни демек человек деген эраның аяқталып, адам деген эраның басталу мәселесімен осы процесс уже жүзеге асуы керек. Өйткені бұның бұлай болатын себебі, человек деген эраның несі, аудармасы, человек деген сөздің аудармасы макроклетка дегенді білдіреді. Дух святого дейді. Святого, дух измерения.
Ал адам дегеннің несі? Бұл рух. Яғни человек деген сөз адамның мүшесі деген мағынаны білдіреді. Разработчиктер мир нелер жаңағы періштелер әлемі, сыртқы фактор. Осы негізде қазір енді осы міне 21 ғасырда бұның әңгімесі человек деген эраның несі аяқталып, уже адамға беріліп отыр. Адамға берілгеннен кейін жаңа мен айтып отқаным мынау жаңағы амалдарды үйлестіру, жаңағы мынау плюсовой позицияны, минусовойды түгел, мынау кезіндегі тарихи оқиғалардың мән мағынасын түсіндіру, осылардың бәрі мүмкін болмай отыр. Өйткені неге мына Құран келіп жеткеннен кейін бұл ақпараттың бәрі кәдімгі менің аузымнан айтылған кезде, өткенде анау пендеміз ғой ток-шоуында көрген боларсыздар. Бір ақылесі ауысқан жынды адамның ақпараты іспеттес болды ма деймін, болды ма, жоқ әлде оны адам баласы түсіне алмады ма, ол жағын білмеймін. Бұл амалы елдері қалай болған күннің өзінде. Мінекей бұл енді осы этаппен байланысты, қазір енді бұның бәрін ашып, мынау енді мүмкіндік болатын болса жаңағы мына телевидениялар арқылы тарихи оқиғаның мән мағынасы, олардың жаңағы мына адам баласына жіберілген амалдардың жүйесі екенін түсіндіру. Бұл уақытта енді ол алдағы уақыттағы әңгіменің еншісінде қалып отыр.